Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bауырлар, амансыздар ма? Алла Тағала отбасыларыңызға, мал жандарыңызға амандық берсін, береке берсін. Астың адалдығын, бастың амандығын берсін. Кейде бауырлармен, жігіттермен отырып сөйлесеміз, сонда ағаларымыз айтып жатады ғой, елге қызмет қылу керек деп ше. Соны кейбір адамдар әлі күнге дейін елге қызмет деген міндетті түрде бір тақта отырып ел басқару керек, немесе әкімшілікте отырып әкім болу керек, немесе әйтеуір бір мемлекеттік мекемеде қызмет қылу керек. Елге қызмет деген осы деп түсінеді екен ғой. Сөйтсек олай емес екен. Еліміздегі әр адам елге қызмет қыла алады екен. Ол қандай? Әр адам өзінің ісінің маманы болсын біріншісі. Тек айлық үшін жұмыс істемей, ісінің маманы болсын. Сенің елге қызметің сол болады. Екіншісі, істеген ісіңді адал істе, сенің елге қызметің осы болады екен. Өкіметте жұмыс істейсің ба, қазынаға қол салма, ұрлама, біреудің ақысын жеме, біреудің пенсиясын, айлығын жеме. Мүмкіндік боп тұр екен деп жей бермей, адал жұмыс істе, сенің елге қызмет қылғаның сол болады. Қойшысың ба, адамдар көрген жерде малды көкке жайып, адамдар кеткеннен кейін оны ана бір талдың астына көлеңкеге тығып қойып, өзің мына жақта демалмай, адал жай, сенің елге қызметің, сенің малшы болсаң да, елге қызмет қылған адам боласың. Мектептің қарауылысың ба, адамдар сені мектепті қорғап жатыр деп сеніп түнде жатқан кезінде, мектептің светін жағып қойып, мен осындамын деп қойып, үйіңе барып жатпа шірен. Сен сол мектептің басында бол. Сенің елге қызмет, бізде өкінішке орай айлық алсам болды екен деген нәрсе ғой. Ар жағында одан ары қарай жетпей жатырмыз да, біз тек айлық үшін жүреміз да. Сен сол посттың басында отыр, сенің елге қызмет қылғаның сол болады. Трактор айдайсың ба, жерді егесінің көзінше соқаны батырып жыртып, егесі кеткен кезде соқаның жартысына дейін көтеріп алып ұрып кетпей, егесі жоқ кезде, былайша айтқан кезде, бауырлар, сен адамдардың алдында қандай қызмет қылып жатсың, адамдар жоқ кезде дәл сондай қызмет қыл. Алла көріп тұр деген секілді. Сенің елге қызметің сол болады, ағайындар. Енді еш нәрсемен айналыспайтын адам не істейді десе не дейді? Біреуге пайдаң тисін. Пайдаң тимесе, сен ешкімге зияның тимей тыныш жүрші, сенің елге қызметің сол болады. Ешкімге зияныңды тигізбеш, сенің елге қосқан үлесің сол болады. Мақта, қолыңнан келсе адамдарды мақта. Мақтай алмайсың ба, ешкімді жамандамаш, ешкімді жамандамай аузыңды жауып тыныш жүрші. Сенің елге қосқан үлесің сол болады екен ғой. Сол ағайындар.